оқырман, 2007 жылдан бастап Қазақстанда Ұлттық академиялық кітапханасы мен Қазақстан Республикасы кітапханашылар қауымдастығының бастамасымен «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясы жүзеге асырылуда. Оның мақсаты ұлттық әдебиеттің үздік шығармаларын оқу және насихаттау, білім беру үрдістеріне ықпал ету, рухани мұрамызды сақтау, сондай-ақ жастарды рухани және патриоттық сезімге баулу. Сонымен қатар, бұл акция классиканы, заманауи әдебиет пен поэзияны қоса алғанда отандық әдебиетке деген жұртшылықтың қызығушылығын одан әрі арттыруға ықпал ету. 2021 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге байланысты тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап рухани мәдени акциясы ұсынылды. Акция аясында жалпы халықтық оқуға ұсынылған жол кітаптары, үлкенді сыйлау, сөз тыңдау, ата дәстүрін құрметтеу сияқты дәстүрлерге мән беруге, рух, жан тазалығын, шынайы қасиеттерді сүйіп толғануға бағытталған 30 жылдыққа 30 кітап таңдалды. Осы таңдаулы 30 кітаптың ішіне жазушы, аудармашы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Тұрысбек Саукетаевтың «Жел қайық» атты романы енгізілді. «Жел қайық» романы көп салалы, күрделі роман. Жазушы Саукетаевтың соңғы уақытта заманымыздың соқталы кезеңдерін суреттейтін «Қилы тағдыр» атты романдар циклын жазып жүргені көзі қарақты оқушы қауымға жақсы таныс. «Жел қайық» романы сол циклдың 3-ші кітабы, яки «Ай қараңғысы», «Құлағай» романдарының жалғасы. «Жел қайық» романның қысқаша мазмұнына келетін болсақ, сымбатты да парасатты қыз бойжеткендер қызығып көз салатын Бақтияр деген жігіт әлде бір бай бағланның қызын еріксіз айырылып, Зухра есімді жетім қызбен бас құрайды. Бақтияр химик, зертханада жұмыс істейді. Бақтиярды ғылымға жетелеп жүрген Мүсілім Ахметов өте зиялы адам, білімдар кісі, профессор. Бір күні профессор ауыр соққыға жығылып, ес-түссіз жан сақтау бөліміне түседі. Еңбектері қолды болады. Профессордың әйелі Мүкәрраманы туған ұлы Ришат өндіріп өлтіреді. Профессор ауыр халде төсек тартып жатқанда Аманбаев ғылыми монография жазып атаққа бөленеді. Оған Бақтияр мен Биназар көмектеседі. Романның соңында алаяқ Аманбаевты профессордың ақ мылшылығы талап өлтіреді. Ғалымға қиянат жасаған барон қабір басында атылып өлтіріледі. Белгілі әдебиетші сыншы Әбдіқұловтың сөзімен айтсақ, «Жел қайық» жаңа қазақ романтистикасының бөлек сападағы айқын жақсы үлгісі. Мінеке, құрметті оқырман, мен сіздерге Саукетаевтың «Жел қайық» романын оқуды ұсынамын.